Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ағаш отырғызу. Мақсаты заттың санын шамамен қалай айтуға болатынын үйрену, сандарды дұрыс жазуға үйрену. Мы сегодня с вами будем сажать дерево. Научитесь говорить приблизительное количество предметов и правильно писать цифры. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен таныс болыңдар. Емен, дуб, қайың, береза, терек, тополь, аялау, лелеять, заботиться, көшет отырғызу, посадить саженцы, тамыр, корень. Естеріңе сақтап қалыңдар балалар. Келесі мақаланы түсініп оқып, оның құрылымына назар аударыңдар. Прочитайте статью о саде Нургали ага и обратите внимание на его структуру. Нургали ағаның бағы. Нургали ағаның ауласы ағашқа толы. 400-500 жеміс ағашы, алма мен алмұрттың 2-3 сорты, теректердің бірнеше сорты, қайың, емен, табиғи долана жайқалып тұр. Бала кезімнен тау-тасты аралап шөптің, ағаштың неше түрмен таныс болдым. Әлі есімде, 3-ші сыныпта оқимын. Балалармен таудан алмағашты көріп, тамырымен қазып алып, аулаға келіп отырғыздым. Оны аялап күтуді әкем үйретті. Қазір ол жемісі бар үлкен ағаш болды. Мен 70-тен астым. Ол 60-тан асты. Ағаш отырғызу осылай басталды. Кейін 15-20 түп алмағашын отырғыздым. Олар да жемісін беріп, жай қалып тұр. Қазақта атадан мал қалғанша тал қалсын деген сөз бар. Тіпті ағаш өсіруді бала тәрбиелегенмен бірдей деп есептеймін. Табиғатты қалай аяласаң, ол саған солай жауап береді. Мәтінді оқыдық, енді сұрақтардың жауабын осы мәтіннен тауып оқыңдар. Мы с вами прочитали статью, а теперь найдите ответы на вопросы по этому тексту. Нургали ағаның бағында қанша жеміс ағашы бар? Сколько фруктовых деревьев в саду Нургали аға? Мақалада жеміс ағашынан басқа қандай ағаштар аталады? Какие еще деревья упоминаются в статье, кроме плодовых? Нургали аға 3-ші сыныпта қандай ағаш отырғызды? Ол ағаш неше жылдан бері өсіп тұр? Какое дерево посадил в 3-м классе Нургали аға? И сколько лет этому дереву? Мақалада қандай өнегелі сөздер бар? Какие крылатые фразы встречаются в статье? Тамаша. Дұрыс жауап бердіңдер деген ойдамын. Өздерің жауаптарыңды салыстырыңдар. Оқушылар, осы мақалада қандай сандар бар? Заттың санын шамамен қалай айтуға болады? Ол сандарды қалай жазасыңдар? Какие цифры встречаются в тексте? Как можно сказать приблизительное количество предметов? И как пишутся эти цифры? Иә, оқушылар, заттың санын шамамен болжап айтуға болады. Иә, ол сандар дефис арқылы жазамыз. Конечно же, количество предметов можно сказать предположительно. И пишутся эти цифры через дефис. Келесі тапсырмада шамамен алынған сандары бар сөйлемдерді теріп жазыңдар. В следующем задании вы пишите предложения с приблизительными числительными. Тамаша балалар. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Мен 7-8 түп қайың көшетін отырғыздым. Я посадил 7-8 саженцев березы. Ауладан 10 шақты ағаш өсіп тұр. Во дворе растет около 10 деревьев. Әкем 20 шақты көшет алып келді. Мой отец принес около 20 саженцев.
Кеше ормандағы 100 шақты кәрі ағашты кестік. Вчера мы срубили в лесу около сотни старых деревьев. Бақтағы ағаштар 400-500 түп болады. В саду около 400-500 кустов деревьев. Менің ауламда шамамен 30 шақты терек бар. У меня во дворе около 30 тополя. Келесі тапсырмада оқығаның бойынша сурет салыстыр. В следующем задании нарисуйте рисунок по прочитанному тексту и сравни. Бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Бүгін сабақта заттың санын шамамен қалай айтуға болатынын үйрендіңдер. Сандарды дұрыс жазуға үйрендіңдер. Енді үйге тапсырма. Үйде өз қиялындағы бақтың суретін сал. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.